эле басталган митинг кезинде элди сабырга шакырмак түгүлү алаңга бармаган депутаттар да бар. Көп партияга мисалы тыныш отуратын адам керек. Ол мектептин директору. Ол адам танымаса да ол барат, кол көтөрөт, кетет. Депутаттардын тийиштүү деңгээлде бедели жок па? Немесе олар халык танымайтын адамдар депутат болуп кеткенби? Депутаттын колунан да көп нерсе келе бермейтин жагдайлар бар. Дегенмен укук коргоо органдары тараптан заңсыз куудалоо менен азаптоо фактилери тууралуу акпарат жиилеп кетти соңку убакытта койгомдо. Шашал десең басалат. Мынау эстүүчү мемлекет деген кагыйда сонда президентке гана керек па деген сурак туындайт. Эртең Нур Отандын аты өзгергенде не өзгөрөт ол мисалы? Жыл өткен сайын казакстандыктар байып жатыр ма, эле кедейленип барамы? Onun есігінің алдында суы болмаса, газы болмаса, жүретін жолы болмаса, телефоны бір істемей анау талдың үстіне шығып сөйлесіп жатса, ол қандай жағдай? Мемлекет басшысы Касым-Жомарт Токаев күзде саясий реформалар жарыялайтынын айтты. Не күтөсүз? Ақшаны орталықтарға бөліп, ауылды, елді, алыстағы елді мекендерді ұмытып қалдық. Бейбіт митингтің өзі, басталуының өзі халық мәселесіне құлақ аспағандықтан өтпей ренжіштің ашуға айналғаннан туындаған тәрізді. Бәріміз делдалымыз, әйтпесе таксистпіз, екі ақ мамандық.